31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай тарихты қастерлеу ұрпақ парыз атты виртуальды кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Көрменің мақсаты саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу, олардың өмір жолдары мен оқырманды тереңірек таныстыру. Өткен тарихымыздан тағылмала отырып, бүгінгі ұрпаққа әр кітап арқылы өнегелі тәрбие беру, оларды отанын сүюге, елінің, жерінің адал патриоттары болуға баулу. Көрмеге кітапхана қорындағы жаппай жазалау мен саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы кітаптар қойылған. 1937 жылғы Сталиндік қуғын-сүргіннен кейін Батыс Қазақстан облысының Жалпақтал жерінде ұлттық рухтан бүршік жарған жауқазын жастардың өмірі мен ерлігі баяндалған Мұнайдар Балмолданың 14 кітабы, Батыс Қазақстан облысы бойынша саяси қуғын-сүргін кезінде атылғандардың тізімі әліпби ретімен енгізілген азалы кітап, ауданымыздан шыққан Алаш қозғалысының ақжайықтық қайраткерлері туралы Ақжайықтың алаш арыстары, Ақжайықтағы алаш іздері, сонымен қатар Бейбіт Қойшыбаевтың ұлттық қозғалыс сарбазы рисалясы, Татуған Аблайхановтың сұрапыл жылдар, Дәметкен Сүлейменованың алаш қозғалысы және Жаһанша Досмұхамедов пен тағы басқалардың кітап пен газет журналдары қойылған.